Пойызда келем. Жанымда отырған 40-тар шамасындағы жолаушы әйелдің көз жасы тыйылар емес. Солқ-солқ етіп шарасыз кейіпте жылай берді. Бірер уақыт өткен соң сәл басылады. Сөйтіп жанында отырған бір-біріне мүлде бейтаныс үшеумізге қарап былай деді. Бейтаныс бауырларым, жер бетіндегі өзге тірі жан білмейтін сырымды сіздерге айтпасам ішім күйіп өртеніп барады. Әлбетте де бас шұлғыдық. Әйел әңгімесін бастады. Күйеуіммен жараспай ажырасып, төркініме қайта келдім. Әкем де шешем де жанымда болды. Сөйтіп, күйеуімнен туған бір балам бар, әке шешем бар, төртеуміз бір үйде тұра бастадық. Жұмыстың қиындығынан ба білмедім, әйтеуір қабағым бір ашылмайтын. Кәрі әке шешем бар тәттіні аузыма тосып отырғанда да, әкем қақырынып қалса жақтырмай, алдымдағы тамақты итеріп, төгіп жіберетінмін. Анам сол кезде қарғамай дейтінде, төгілген тамақты үнсіз ғана жинап алатын. Анам да әкем де қартайған. Жүріс-тұрыстары қиындай бастаған шақта тіпті қарттар үйіне тапсырып тастасам бекен деп те ойланып жүрдім. Өйткені қатты шаршап келгенде өзіммен өзім болып, рахаттанып демалғым келетін. Олар үйге бір кіріп, бір шығып тым-тынымсыз болып кетті. Астанада жақсы қызметке орналасып, су жаңа джип алдым. Сол джипке әке шешемді мінгізгім келмей, оларды барар жеріне автобуспен жүргізіп қоятынмын. Мына өмірге ме, қоғамға ма білмеймін. Әйтеуір кеудемде бір өшпес өшпенділік болды. Бәрін жек көрдім, бәрінен баз кештім. Туған бауырыммен сыйыспай, ата-анамды сол бауырымның отбасымен араластырмадым. Анама да, әкеме де дауыс көтеріп, бұйыра сөйлеу күнделікті дағдым айналды. Кеше аяқ астынан анам жүрегі ұстап құлап қалды, мен жұмыста едім. Тас болып қатып қалған жүрегім кезекші дәрігерлер ауруханадан қоңырау шалғанда еріп сала берген ай. Алқынып ауруханаға жеттім. Анам кереуетте жатыр. Көзі жұмулы. Кереуетке жетіп жығылып, өкіре жыладым. Тастамаш апа, тастамаш, мен кешірші. Кешірші, мен қазірақ бауырыма қоңырау шалам. Бауырымен татуласам, барлық жағдайыңды жасайын, тек көзіңді ашшы деп көз жасымды төге бердім. Ананың саусағы әзер ғана қимылдады. Бірақ дәрігер бұл ананың өміріндегі соңғы минуттар екенін айтып, соңғы сөздеріңді тез айтып қал деп күбірледі. Апа, мені кешірсең, қолымды қысшы дедім, жан ұшыра. Бұл сөздерден не үшін айтқанымды білмеймін, бәлкім өзіме кішкене жеңіл болсын деп кейін өз-өзімді жегідей жемес үшін айтқан шығармын. Анам қинала қимылдап, саусағымды қолымен бір рет қысқандай болды. Рас па, мен бейбақты, мен сорлыны кешіресің бе апа дегенімде, бірер секундтан соң анам саусағын тағы қимылдатты. Мен бұл жолы анамның мені естіп жатқанына сенімді болдым. Осыдан кейін бірер секундтан соң анам мәңгілік сапарына аттанып кетті. Мен ебіл-себіл боп жылап анамның бетін саусағын сүйе бердім. Бұрын анам тірі кезінде мені бетімнен сүймекші болып ұмтылғанда, бетіңдегі әжімдерің бетіме тигенде жиіркенем деп сүйгізбейтінмін. Сенесіздер ме? Анам кереуетте жатқанда сондай сұлу әрі ыстық болды. Сондай тәтті еді, әжімі де сондай сүйкімді болатын. Ал жансыз саусақтары мәңгілік менен ажырамаса екен деп тіледім. Бірақ бәрі кешеді. Мен ақымақты бір сәтте өзгертіп, тәубасына келтірген қандай құдірет екенін білмеймін. Бір білерім, өмір бойы анама істеген істерім үшін өкініп өтем. Әйелдің ауыр әңгімесін тыңдап отырған жолаушының бірі, ал әкең қайда деді сыбырлай. Әкем анам қайтыс болды деген хабарды естіген бойда жүрегі ұстап құлап қалды. Қазір ауруханада жатыр. Жағдайы жақсарған секілді. Телефонмен сөйлестім. Біз анамызды өзі туған Талдықорғанға жерлеу үшін алып келеміз. Анамның мүрдесі бауырымның көлігінде деді әйел. Жеткіген пойызға жүрдік, уақыт ілесіп, әп-сәтте түн түсіп, бәріміз ұйқыға жаттық. Әйел түнімен ауыр күрсініп, дөңбекшіп шықты. Таңертең тұрғанда әйел бір түннің ішінде бірден 10 жасқа қартайып, шөгіп кеткендей сезілді. Қолымызды мезгілінен кеш сермеп қалып жүрмейік. Анамызды барында құрметтеп, құшақтап сүюді ұмытпайық.